Ассаламу алейкум. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біздің бүгінгі әріп мим әрпі. Ләм мим дегенде м деп дыбысталады. Ләм мим әрпі. Мим әрпі сөздің басында міне осылай жазылады. Сөздің басында мим әрпі осылай жазылады. Өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Сөз ортасында өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылады. Өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылады. Сөз соңында өзінің алдындағы әріпке қосылады және мына құйрықшасы төмен қарай түседі. Одан кейін сөздерде қалай келеді? Сөзде мим айттық, өзінің басында өзінің кейінгі әріпке қосылып жазылады дедік. Міне мим әрпі. Одан кейін сөздің ортасында мим әрпі міне өзінің алдындағы әріпке қосылып тұр, өзінің кейінгі әріпке қосылып тұр, өзінің алдындағы әріпке қосылып тұрған жоқ, өйткені бұл жерде әлиф әрпі тұр. Әлиф әрпі өзінен кейінгі әріпке қосылып жазылмайды. Міне сөздің ортасында келіп тұр. Сөздің соңында мим әрпі міне өзінің алдындағы әріпке қосылып жазылады негізі, бірақ мына жерде ро әрпі келгендіктен бұл жерде қосылмайды. Өйткені ро әрпі де өзінен кейінгі әріпке қосылмайды. Өткен сабақтарды естеріңізге түсірсеңіздер, ро мен әлиф әрпінде. Жалпы мим әрпі осылай жазылады. Енді жолда қалай келеді мим әрпі? Жолдың үстінде міне көрініп тұр. Мим әрпі міне мына бөлігі, дөңестеу бөлігі жолдың үстінде жазылады. Мына таяқшасы жолдың астында жазылады. Мим әрпі жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді алфавиттің 3 әрпі қалды. Соны өтеміз.